Қорғас шығыс қақпасы еркін экономикалық аймағы елбасы жарлығымен 2011 жылы қараша айында құрылған. Қазір мұндағы құрғақ портта логистикалық индустриалдық резервтік аймақтар бар. 129,8 гектар жерді алып жатыр. Қорғастағы шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығындағы 91 нысанның 77-сінде жұмыстар аяқталып, 56 нысаны пайдалануға берілді. Қазір Қорғас арқылы күніне 5000 адам Қытайға өтіп сауда жасауда. Алматы облысына сапар кезінде премьер-министрдің орынбасары Асқар Жұмағалиев Панфилов ауданында осы орталықтың жұмысымен танысты. Алтынкөл теміржол бекетінің инфрақұрылымдарын көрді. 2017 жылы осы станция арқылы 1,5 миллион тонна жүк өткен. Вице-премьер мұнда мамандармен кездесіп ой пікірлерін тыңдады. Біз әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосылуға ниет білдіріп отырған мемлекетпіз. Сондықтан бұл жерде қызметтің барлығы жоғары сапалы әрі халықаралық талаптарға сай болу керек деді ол. Шекаралық аймақтағы құрылымдарды осыған міндеттеп нақты тапсырмалар берді.